Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Тансыкова Амангүл Амангелдиевна. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Назарларыңызға 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнін ұсынамын. Бөлім атауы отбасы құндылықтары. Сабақтың тақырыбы Нұрдәулет Ақыш нағыз әже қайда әңгімесінің тақырыбы мен идеясы. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Балалар, осы бір тамаша сазды әуенді тыңдағанда көз алдарыңызға кімнің бейнесі келді? Әрине, балалар, дұрыс айтасыздар. Көз алдарыңызға әжелеріңіздің бейнесі келгені сөзсіз. Балалар, мына суреттерді байланыстырып, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әже деген сөзді естігенде қандай ой пайда болады? Нағыз әже қандай болады? Алдыңғы сабақта әңгіменің мазмұнымен танысқан болатынсыздар. Соны пысықтау мақсатында мына сұрақтарға жауап беріп көрелік. Азаттың әжесі қандай? Әкесі қыздарына нағыз әжені көрсетуді неліктен армандады? Қыздардың бойындағы нағыз әже бейнесі қандай болды? Қыдырып келген әже қандай еді? Неліктен елден келген шеше нағыз әже емес деп ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап беріп көрелік. Балалар, алдымен шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтамастан бұрын, тақырып, идеяның мәнін түсініп алайық. Тақырып көркем шығармаға негіз, арқау болған өмір құбылыстарының түйіні. Идея грекше түсінік, елес, бейне деген мағынаны білдіреді. Шығарманы жазған автордың айтайын деген негізгі ойы. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Туындыда көтерілген тақырыпты танытудағы қаламгердің ойы мен көзқарасы шығарманың идеясы болып табылады. Ендеше балалар, тапсырмаларға тоқталамын. Бірінші тапсырма қос сақина әдісі арқылы көтерілген мәселені түсіндіре отырып, идеясы мен тақырыбын анықтайсыздар. Екінші тапсырмада ассоциограмма әдісі арқылы, яғни бұнда әжеге тән қасиеттерді жазып шығасыздар. Одан кейінгі үшінші тапсырмада уақыт тізбегі әдісі арқылы мәтін мазмұны бойынша оқиға желісіне сүйене отырып, сюжеттік композициялық талдау жасайсыздар. Оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Яғни бұнда композициялық талдау жасайсыздар. Балалар, сабақты бекіту мақсатында екі дұрыс, бір бұрыс тәсілі арқылы бүгінгі өткен тақырып бойынша екі дұрыс, бір бұрыс жауап бар тест құрастырасыздар. Попс формуласы бойынша сіздердің ойларыңызша нағыз әже қандай болуы керек? Яғни бұнда 4 сөйлем арқылы өз ойларыңызды білдіріп жазасыздар. Бірінші сөйлем біздің ойымызша, екінші сөйлем себебі біз оны былай түсіндіреміз, үшінші сөйлем оны біз мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламыз. Соңғы сөйлем осыған байланысты біз мынадай қорытынды шешімге келдік деп өз
ойларыңызды 4 сөйлеммен білдіріп жазасыздар. Үй тапсырмасы әжелеріңізге арнап өлең немесе шағын әңгіме құрап жазасыздар. Назарларыңызға рахмет.